Сәлем достар, кеше айтып өткенімдей, Жұлдыз посуда асхаты парақшасында бүгін бүкіл посудаларға жаппай 12% скидка болып жатыр. Мен бір посуда алған едім, Жұлдыз вообще маған 2 коробка салып жетті. Не үшін екенін білмеймін, қатып көремін. Осылай онлайн тапсырыс берсеңіздер болады, сыртына әдемілеп упаковкалап береді. Осыны ашып көреміз. Мынаны ашуға қимай тұрмын, бірақ ішінде көрініп тұр. Запискасы бар деп айтты вообще. Саған емес, мен деген жоқпын деп. Негізі мен өзім особо посудаларға онша қызыға бермеймін. Бірақ Жұлдыз вообще посуданың сан алуан түрі бар ғой. Мынаны бүлдіріп алғым деп тұрған жоқ. Сондай аккуратно пісіп кетті. Кездем екеуіне рахмет, жаңа жылға деп. Вау! Кәмшат, жаңа жылмен бар жақсылықты тілеймін, жаңа жылдың. Бұл сандуғаш вообще не екен? Қараңыздаршы, мынандай запискасымен. Күшті еще мынандай. Не сап қоятын? Биылғы жылдың тренді болды ғой. Күтпедім, серьезно. Кеше Жұлдыз айтып қойған ғой, маған сыйлық бермеңіз деп. Мен аусын. Тегін деп отқан зат емес қой деймін да. Әрине сыйлық берген жақсы ғой, бірақ шығындалмаса екен дейсің да. Мен күткен жоқпын сандуғаш вообще, рахмет. Биыл жаңа жылға сыйлық сатып кетемін деп ойлаған. Қуаттым, серьезно. Жаным Камош жаңа жылың. Жаным Камош жаңа жылыңмен. 2023 жыл сендермен танысқаныма ерекше жыл болды. Барлығы үшін рахмет дейді. Наверное, кім екенін жазбапты. Жұлдыз вообще аудимос. Жұлдыз вообще мен сізге айттым ғой, маған сыйлық сыйламаңыз. Итаки сіздің сыйлықтарыңыз өте көп менде. Қараңыздар, қандай күшті мындай. Менде осының пластмасы бар еді. Енді шынысы болатын болды. Ашып көрейік. Вау, қыздар! Айтамын күшті. Мен ашып көрсетемін, бұның барлығы бізде Жұлдыз вообще-ның магазинінде бар. Тарелкасымен, наверное, құрастыру керек. Құрастыры, қасығы бар. Ақ түсінен Жұлдыз вообще әдейі салып берген ғой, бірдей қылып. Ақ түсімен күшті. Қандай әдемі тұрған. Как раз кухня гарнитурымда ақ қылып ағым келіп жүрген. Мәссаған. Серьезно, биыл ойлаған мен жаңа жылда сыйлықсыз қалып кетемін деп. Наоборот. Мен күткен жоқпын да негізі. Күшті қандай. Бірақ бір жағынан да ыңғайсызданып тұрмын, өйткені жыл блогеріне барған кезде мен өзіміздің келген қыздарға кішігірім сыйлық жасағым келіп бергенмін ғой. Сыйлық жасаған кезде уайымдап қалады керісінше, артынша как будто маған да бер деген ниетпен, берді болып қалмасын деген ниет болған ғой. Сол үшін де айттым, маған сыйлықтың қажет жоқ, жасамаңыздар деп. Рахмет, Жұлдыз вообще, сандуғаш вообще өте қуаныштымын. Әдемі.